Жылдам хабарнама шұғыл дерек жантүршігерлік оқиға. Ассалаумағалейкум армағазақ, егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліңіз келсе, арнамыздағы подписайте және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликті соңына дейін тамашалаңыз. Ал онда біз бастадық. Балаларын құшақтаған күйі көз жұмған Ұйғыр ауданындағы әкесі менен екі баласы жанып кетті. Өрт болған үйдің отанасы мұғалім болып қызмет атқарған. Ол 120 шақырым жердегі аудан орталығында шоншыға жиналысқа кеткен. Үйде 30 жастағы отағасы менен 3 және 7 жастағы үлкен ұлы болған. Ер адам газға сүт қойып, сол күйі ұйықтап кеткен. Есікті іштен жауып алған. Үйден өрт шығып жатқанын байқаған көршілері құтқармақ болғанымен есікті аша алмаған, ал терезе арқылы ішке кіре алмайды. Өйткені бұл уақытта үйдің төбесіне дейін жанып кеткен болатын. Ауыл тұрғындары ұялы байланыс қолбағаны марқұмдардың ажалдың аузынан алып қалар ма едік деп күйінеді. Өйткені олар құтқарушыларға телефон шала алмаған. Екі баланың денесін терезе алдына тастап, тақтан балалар құтқа астан құшақтаған күйі көз жұмған. Бұл ауылда 541 адам тұрады. Біз қаншама рет ұялы телефон байланысын орнату туралы шағымданғанбыз. Білім және бөлімінің айтқанынша, ұялы телефонға деген бюджет 16 миллион теңге бөлінген. Бірақ тереңден тендерге ешкім алмады, деді Ұйғыр ауданының әкімдігі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.